Сұйыру лагман дайындаймыз. Шамамен 5 ас қасықтай сұйық май құйып алдым. Қатты отта қыздырамыз. Және де етімізді қуыра бастаймыз. Сұйыру лагманның қойыру лагманнан айырмашылығы тек қана ингредиенттердің кесілуінде. Яғни сұйыру лагманның барлық ингредиенттері 4 бұрышты сондай майда болып ұсақталып кесіледі. Қуыра бастаймыз. Еттерді бір-бірінен ажыратып, әдемі болып қызарғанша 2-3 минуттай қатты отта қуырамыз. Жалпы етті бұдан да майда етіп турасаңыз болады. Ең жоғарғы отта етіміз әдемі болып қызарғанша қуырып аламыз. Небәрі 1,5 минут өтті, әдемі болып қуырылды. Отты баяулатамыз, етімізді сүзіп аламыз. Мына жерде егер май көп болып қалса, онда артық майды бөлек алсаңыз болады. Біздің табамызға 2 ас қасықтай май қалдырамыз. Енді орташа отта біздің пиязымызды қуырып бастаймыз. Пиязымызды да ет секілді ұсақ етіп турадық. Бір тісше сарымсақ қосамыз, пиязымызбен бірге орташа отта қуырамыз. Пиязымыз әдемі қызарып қуырылуы керек. 2 минуттай қуырамыз. Енді етімізді қайтарып осы ыдысымызға саламыз. Лапизамызды қосамыз. 3-1 шай қасық хуаджа қосамыз. Хуаджа таппасаңыз, орнына ешнәрсе қоспай-ақ қоюға болады, немесе кориандр қосуға болады. Мұқият араластырамыз. 1 минуттай қуырамыз. Орташа отта. Кейін үстіне су құямыз. Қаласаңыз, имбир мен сарымсақты тұндырып қойып, сол имбир сарымсақ суын қоссаңыз болады. Бірақ мен қиындатпаймын. Рецепті әрдайым жеңілдетуге тырысамын. Үй жағдайына бейімдеуге сол үшін мен су қосамын. Етіміз батып тұрғанша қайнауға дейін жеткіземіз. Енді ет әртүрлі болады. Етіміз маринадталған. Соған байланысты ол әдеттегі еттен тезірек піседі. Ет піскенше баяу отқа қойып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Сіздің етіңіз 5 минутта пісуі мүмкін. 10 минутта, 15 минутта пісуі мүмкін. 10 минуттай баяу отта бұқтырдым. Етіміз толықтай пісті. Енді 4 бұрышты майда етіп туралған жартылай ащы бұрышымызды қосамыз. Пекин қырыққабатын қосамыз. Сельдерей қосамыз. Көбірек қоссаңыз да болады. Сельдерей лагманның дәмін ерекше етіп аша түседі. Шамамен 2 ас қасықтай қостым. Осы сәтте китайский уксус қосамыз. Қытай сірке суынан 1 ас қасық қосамыз. Қайнатуға дейін жеткіземіз. Ең қатты отта. Қажет болса үстінен су құямыз. Дәмін көреміз, тұзын тексереміз. Тұзы аз болса, тұз қосамыз. Кішкене су қосамын. 1 шай қасықтай тұз қосамын. Қаласаңыз, мына жердегі пекин қырыққабатын және де жартылай ащы бұрышты етімізді қуырған секілді бөлек майға қуырып алсаңыз болады. Мен әдетте қиындатпай, осылай шамамен 2 минуттай жартылай дайын болғанша қуырамын. Жалпы пекин қырыққабаты езіліп кетпеу керек, бұрышымыз езіліп кетпеу керек. Сондай жартылай дайын күйге дейін пісірсеңіз өте дәмді болады. Енді дәмін көреміз. Қайнатуға дейін жеткіздік. Енді 2 минуттай баяу отта бұқтырып аламыз. Сұйыру лагманымыздың подливы дайын бұл. Сомян лагман дайындаймыз. Сомян лагман үшін дайын қамырымызды осындай 3-4 см етіп кесіп алуымыз қажет. Одан да майда етіп кессеңіз болады. Егер ең майда етіп кессеңіз, онда ол дин сомян болады. Біздікі қарапайым классикалық сомян болады. Шамамен 3 см етіп кесемін. Балаларға жеуге өте ыңғайлы. Қамырымыз осындай болды. Сомян лагман дайындаймыз. Сомян лагман үшін сұйыру лагманның подливын қолданамыз. Мына жерде тек қана суы, осы суын жылытамыз. Содан кейін үстінен осы кесілген біздің лагманымыздың қамырын саламыз. Енді орташа отқа қоямыз. Біздің қамырымыз осы суды өзіне сіңіруі керек.
және де үстінен қазір біз жарты қасықтай лапиза қосатын боламыз. Суы толықтай біздің қамырымызға сіңді. Мен жарты шай қасық лапиза қосып араластырдым. Енді үстінен подливымыздың қалған бөлігін қосып жібереміз. Әдетте сомян лагман сулы болмайды. Араластырып жібереміз. Біздің сомян лагманымыз дайын, астын өшіреміз. Біздің сомян лагманымыз дайын болды. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Қыздар, міндетті түрде дайындап, отбасыңызды қуанты, дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрерменім, каналымда бір жасағаннан шығатын пайдалы, сенімді рецепттер көп. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Жаңа видеоларда жүздескенше.